Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге суыр сұңқар су қайда деген көптен күткен қызық ертегі айтып беретін боламын. Ал ендеше тыңдаңыздар, мен бастаймын. Ерте заманда сиыр тәкаппар болған екен. Және де ол өте жүйрік, мақтаншақта екен. Бір күні ат екеуі ерегесіп қалады. Сол кезде екеуі жарысқа уәде байласады. Ал сиыр болса жүлделі орынды ешкімге бермейді екен. Сөйтіп екеуі жарысқан кезде бізде арыстан төреші болады. Жолбарыс ат пен сиырды айдап бір қатарға тұрғызады. Сол кезде бір белгі айқайлап, бір белгі беріп, екеуін жүгірте бастайды. Олар жүгіріп келе жатқан кезде сиыр бізде алдында келе жатады. Ал ат болса қалып бара жатады. Ат бізде негізі жүйрік болған, бірақ сиырдан қалып бара жатқан. Суыр тұр, су беріп суыр тұрады. Жолдың ортасында бірінші сиыр жеткеннен кейін суыр сиырға сұңқар суды берейін деп жатқан кезде суыр сасық су қайда дейді. Сөйтіп қасында тұрған балшықтан су алып, оны сиырдың қолына ұстата салады. Сиыр оны ішіп, ары қарай шаба жөнеледі. Келесі бізде ат келеді. Сол кезде ат айтады: суыр сұңқар су қайда дейді. Содан кейін суыр атқа сұңқар су береді. Сол сұңқар суды ішіп болғаннан кейін 3-4 қадамнан кейін сиырға бірден жетіп алып, сиырдан асып кетеді ат. Мәреге бірінші болып бізде ат жеткен екен. Сол кезде біздің атымыз жүйрік болып қалған. Ал ендеше бүгінгі ертегіміз біздің аяқталды. Бұл ертегі сіздерге ұнаса, онда арнама лайк басып, астындағы подписаться деген қызыл кнопканы басып қойыңыздар. Келесі аптада мен сіздерге Ақбас Торғай деген керемет ертегіні айтып беретін боламын. Всем пока-пока!